Vocabulary News Elementary 25 unit. Бүгінгі тақырып бізде prefixes. Prefixes деген бізде ол сөздің алдында тұратын қосымша, жалғау сияқты, бірақ сөздің алдында тұрады. Қазақ тілінде ондай жоқ, орыс тілі мен ағылшын тілінде бар. Қазір түсіндірем не екен. Ол сөздің мағынасын өзгертеді және қандай мағыналары бар. Prefixes. Енді бізде префикстің бірнеше түрі бар. Көбісінің мағынасы, егер сөз бізде префикспен тұрса, онда ол оның антонимі болып саналады. Бірақ тағы да басқа префикстер бар. Мысалы, X деген. X ол was but not now. Болған, бірақ қазір онда емес. То есть, бұрынғы деген сөз. Ex-wife, бұрынғы әйелі. Ex-president, бұрынғы президент. Қазір ол президент емес. Бывший деген сөз ғой, X деген. И еще мынандай немен сызықшамен жазылады. Ex-wife, ex-president. Сосын half деген ол бізде жартысы, бірдеңенің жартысы деген сөз. X деген мына как раз плюс noun деп тұр, зат есіммен бірге жүреді. Half деген жарты, ол бізде зат есіммен және сын есіммен, adjective, сондаймен жүреді. Мысалы, half price, жарты бағасы. Half hour, жарты сағат. Тағы да сондай сөздер бар. Егер half бірдеңе болса, жарты бірдеңе деген сөз. Енді им плюс сын есім, adjective. Оң мағынасы антоним, not, емес деген сөз. Informal, андай, официальный емес, неофициальный деген сөз. Possible деген мүмкін, impossible деген мүмкін емес деген сөз, невозможный. Антоним жасайды. Енді non деген бізде ол сын есім мен зат есімнің алдында жүреді. Оның мағынасы ондай емес деген сөз. Non-smoking, темекі шекпейтін. Темекі шегуге болмайтын. Или не курящий деген бар ғой. Мысалы, ресторандарда зал бар. Курящий, не курящий. Non-smoking ол жерде темекі шекпейді. Smoking деген ол жақта отырып біреулер темекі шеге береді. Тамақ жеп отырып. Smoking, non-smoking. Non деген. Енді pre деген before, бірдеңеден бұрын деген сөз. Preschool, мектептен алдын. Preschool. Бірдеңе. То есть, тұрса, значит, оның алдындағы бірдеңе деген сөз. Перед чем-то. И плюс етістік. Деген жаңадан істеу деген сөз. Again, жаңадан істеу. Redo, жаңадан істеу. Переделать, жаңадан істеу. Rewrite, бірдеңені жаңадан жазу. Бірдеңе жаздың, тапсырдың, ол дұрыс емес, мұғалім саған қайтарады, мынаны жаңадан жаз. Rewrite болады как раз. Бізде сын есім, adjective және зат есімдермен бірге жүреді. Оның да мағынасы not, то есть антоним болады. Happy бақытты, unhappy бақытсыз. Safe қауіпсіз, unsafe қауіпті, unsafe қауіпті, safe қауіпсіз. Хорошо? Мынада мысалға мынандай мысалдар бар. An ex-wife, бывший әйел, is a wife, ол әйел, who is now divorced, который бүгін қазір ажырасқан. Divorce деген ажырасқан. Президент Горбачев is an ex-president of Russia, Россияның бұрынғы президенті. A half-hour journey, жарты сағаттық, half-hour, жарты сағаттық жол, is a journey, жол of 30 minutes, который 30 минут тұратын. То есть 30 минут уақыт алатын жол, ол half-hour journey болады. Енді мынарде бірдеңе 10 фунт тұрды кеше, бүгін 5 фунт тұрады. Ол half price, жарты баға. Informal деген ол неофициальный киімдер, формал киімдер, ол типа костюм, рубашка деген. Informal ол бізде такие джинсы, трейнер сияқты, андай кроссовка сондалар, informal, неофициальный. Енді possible, impossible деген ол невозможный, мүмкін емес. Non-smoking деген темекі шекпейтін, room, комната мына Preschool, мектептің алдындағы, типа нулевой бар емес па, мектептен алдын дайындық, мектептен алдын садик деген бәрі preschool болады.
Енді redo деген тоже жаңа айттық, бірдеңені жаңадан істеу. Rewrite бірдеңені жаңадан жазу. Happy, unhappy оны білесіңдер. Safe, unsafe оны да жаңа айттым. Хорошо? Енді кейбір сөздер хайфын деген мынандай сызықша. Тире емес, сызықша. Сондаймен жүреді. Мысалы, half hour деген мынандай сызықшамен жүреді. Кейбірлері, мысалы, impossible деген сияқты, мынау просто сөзге сразу қосыла салады. Да? Нәрде айтылады? Use a dictionary, сөздікті қолдан дейді, чтобы ол сөздерді сызықша қоясың ба, или сызықша қоймайсың ба, соны көру үшін. Сөздіктен бір қарап алыңдар дейді. Енді оның ешқандай правиласы жоқ. Мынада болады, мынада болмайды деген ол жаңағы дұрыс емес етістіктер сияқты, оны просто сендер жаттау керексіңдер и каждый раз сөздіктен қарап отыру керексіңдер. Хорошо? Так, қазір енді тапсырмалар болады. Тапсырмаларды жасайық. Мына жерде бізде тапсырмалар бар. Кейбірлерін сіздерге берем, кейбірлерін бірге істейміз. Бірінші тапсырманы мен сіздерге өздерің істеуге берем. Қазір түсіндірем не істеу керек екен. Choose one word from the prefix table. Бір сөзді таңдау керек, жаңа префикстармен бірге, чтобы мына сөйлемдерге келу үшін. Біріншісін жасайық бірге. This part of the restaurant, ресторанның мына бөлігі is non-smoking, темекі шекпейтін, то есть темекі шекпейтіндерге арналған. Бұл жерде темекі шегуге болмайды дейді. Қағандарын қазір тоже оқып шығыңдар, істей алғанша істеңдер. Сосын 1 секундтан кейін сендермен тексереміз. Қазір паузаға қойып істеп алыңдар. Давайте. Окей, давайте тексерейік. Екінші, I can't read this. Мен мынаны оқи алмаймын. Please, пожалуйста, your homework. Өз үй жұмысыңды, пожалуйста, жаңадан жаса. Немесе жаңадан жазып кел. Rewrite, redo. In English, we often say hi. Біз жиі айтамыз hi деп. Hi деген бізде официальный ассалаумағалейкум, саламатсыз ба деген сөз емес. Hi деген сәлем деген сөз. Значит, ол informal. Окей. I like school. Мен мектеп жақсы көретін едім. But my sister, менің әпкем болды о жақта өте бірдеңе. Егер маған ұнаса, әпкеме ұнамаса, значит, ол болды бақытсыз. Unhappy. Келесі, I bought 2 t-shirts. Мен сатып алдым 2 футболка. Себебі, because they were in the sale. Олар sale деген бізде распродажа деген сөз. Скидка деген сөз. Скидка бойынша олар не болды? Жарты баға. Half price. Келесі. Don't walk on that wall. Ана жерде жүрме дейді. The notice. Notice деген жаңағы знак. Бір белгі тұр да. Белгі айтылады, тоштан жүруге болмайды. Значит, ол не безопасный. Қауіпсіз емес, қауіпті. Unsafe. Окей. Хорошо. Мына жерде мына сөздер бар. Мен мына сөздерді сендерге айтып бердім уже. Бұл керек емес. Бұны и так білесіңдер. Мынаны үшінші тапсырма мен сендерге істеп берейін. Сендер қарап отырыңдар. Мына фразалар мағынасы қандай? Жазып шығу керек, Мысалы, ex-husband. Ex-husband, бывший күйеу. Ол күйеу, husband, who is now divorced, который қазір ажырасқан. Pre-exam nerves, экзаменнің алдындағы нервтар. Nerves, экзаменнің алдындағы. Before, бұрын да. Exams, экзаменнің алдындағы нервтар. Incorrect answer, дұрыс емес жауап. Answer, which, который, is not correct, дұрыс емес. Келесі, unread book, оқылмаған кітап. A book, which is not read, оқылмаған. Retell a story, историяны айтып беру да. To tell a story again. Tell the story, да, то есть
какой-то конкретный бір историяны жаңадан айтып беру. Half brother деген сенің жартылай ағаң емес, ол a brother, ол сенің ағаң, у которого мамасы басқа или папасы басқа. То есть сендердің или мамаларың бір, или папаларың бір. A brother who has different басқа. Mother or father. Да? Сенің мамаң басқа или папаң басқа, бірақ екі ата-анаңның біреуі бір сендер үшін. Сол half brother болады. Келесі unfinished letter, бітпеген хат. A letter which, который isn't finished, бітпеген. Келесі non-alcoholic drink, алкогольсіз ішімдік, напиток, да? A drink without, бірдеңесіз деген сөз. Алкогольсіз напиток. Read a book, кітапты жаңадан оқып шығу. To read a book again, тағы да оқып шығу деген сөз. Reread. Readdress the letter. Readdress деген, то есть адресін жаңадан жазу, немесе басқа біреуге переадресовать. To address the letter again. Да? Адресін жаңадан жазу. Келесі, мына жерде бізде мына сөздердің, мыналар пока керек емес, 6-шы тапсырмада мынаның антонимдарын жазу керек. Так, давайте сендер табалсаңдар қазір паузаға қойып тауып көріңдер осы сөздерге антонимді. Қазір мен дұрыс жауаптарын жазам. Давайте. Хорошо, давайте дұрыс жауаптарын жазайын. Possible деген болатын зат, мүмкін. Impossible мүмкін емес. Comfortable деген удобный, ыңғайлы. Uncomfortable ыңғайсыз. Safe бізде қауіпсіз. Unsafe қауіпті. Formal деген официальный. Informal неофициальный. Smoking деген темекі шегетін. Non-smoking темекі шекпейтін. Happy деген бақытты. Unhappy бақытсыз. Polite деген сыпайы. Impolite болады, сыпайы емес. Correct дұрыс. Incorrect дұрыс емес. Хорошо, бүгінгі сөздерді жазып алыңдар. Осында бізде префикстер бар. Осыны қолданып жүріңдер. Келесі сабақ көріскенше.